Орыс тілінің мәселесі бұл отбасында айналып өтпеген, өздері орысша білмегендіктен аудармашы іздейтіндерін айтады. Дүкеннен зат сатып алу үшін аудармашы ретінде кіші ұлы көмекке жарап қалған. Өзіміз орысша білмейміз, ана кішкене ұл біледі, соны аударып береді, я дүкенге кіреміз. Ананы төле дейді, жарайды деп төлейміз. Кейбір әуелі өзіміздің қазақтар орысша сөйлейтін бар, магазинге кірсек. Айналайын қазақша айтшы десек әрең айтады олар. Өз тілін жоғалтқысы келіп жүр әзір, көп сандылар. Қазақ тілін енді дамытып, қазақ елінде болғаннан кейін кішкене ұлғайтуын керек қой. Серікбай алғаш Успен ауданына келген кезде осы жақтағы өзге ұлт өкілдерінің көптігін көріп, кері көшуге бекініпті. Алайда кейінгі жылдары оңтүстіктен және шетелдерден келіп жатқан көп қазақты көріп, қалуды ұйғарған. Қазір солтүстік өңірде қалғанына өкінбейді. Кейінгі жылдары Успен ауданының өзіне 1200 адам көшіп келген. Өзгеріс қонар, ен толқынында жобасы.